достор, биз азыр Астанадабыз. Атайын ушул көчмөндөр оюндарына келгенбиз. Азыр боюнча беттеш аяктады. Аны айтуунун кажети жок, барыңыздар көргөн болушуңуздар керек. Оюн кандай болгонун, кандай жыйынтыкталганын. Азыр эми турган анча-мынча көкбөрүнү, көкпарды билем деген кыргыз казактардан оюн тууралуу кыскача сурап көрөлү. Assalamu alaikum. Агайындар, куттуктайбыз. Чемпион болушуңуздар менен. Көкпарды ким берди, эң жакшы билет? Көкпарды жакшы билген агайын. Көкпардын эрежесин жакшы билгендерден сиз билесиз го, агай. Келиңиз. Бүгүнкү беттеш жөнүндө кандай болду деп ойлойсуз? Акыркы 4-3 жылбай эле туруш керек. Ошентип азыр аргымакчылык кетти. Себеби биздин аргымак Калыс кайрадан өзүнүн карьерасын баштап жиберди. Жана дал ушул жерде мына Кубантай Султан уулу Тамай Турпер дегендер көрсөткөн берди. Жана Туйо! Мейле. Үчү бөлүктө акыркы жыйынтыктоочу Алтын Улакта неге жекеме-жекеге честный чыккан жок? Кандай ойлойсуз ошону? Барлыгы таза оюн болду деп ойлойбуз энди. Оюн. Жок, мындай. Спорт коён. Турбай койду го баягы старткачы. Ошон стартка турбай эле ортодо туруп алып кетип калды. Ошон кандай ойлойсуз? Жок, билбедим ондан. Биз узактан көрдүк ошону. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Атыңыз ким? Руслан. Өзүңүз да палуан окшойсуз. Бүгүнкү беттеш жөнүндө оюңуз кандай? Экинчи тайм жөнүндө полный айтпай эле коюңуз. Акыркы Кубантай менен баягы жекеме-жеке боюнча кандай ойдосуз? Мен көкпарга не деймиз енді? Қазақстан жеңді. Ынтымақ ойын болды, жақсы ойын болды. Ойыншылар жақсы ойнады. Біреу жеңу керек, біреу жеңілу керек қой. Жок, кеп ал бул жеңилүү жеңгенде эмес. Баягы акыркы жекеме-жекеде 3-чү бөлүктө Кубантайды жылдырып туруп анан казакстандык балбан алып кетпейди жекеме-жекедечи. Көрдүңүз да эми, көрбөдүм десеңиз азыр калп айткан болосуз. Ошол эпизод боюнча эле айтып коюңузчу. Мен судья бар ғой, мен судья емеспін ғой. Все болды. Рахмат. Кут болсун жеңиш. Жеңиш кут болсун. бирге болсун. Көкпарды жакшы түшүнөсүңбү же анча эмеспи? Жакшы. Жакшы көрүп, жакшы. Игрок. Игрокпу? Ақмоланың өнер көкпар командасының белді шабуылшысы. Анда досум экөөбүз жакшы билет экенбиз эми. Мен жакшы ойнойм, бирок эрежелерин жакшы билем да. Оюн кандай болду негизинен? Oyun жақсы болды енді. Екі команда да мықты болды. Енді мықты отады дейді ғой. Сәл басым болған болар Қазақстан. Сол бірде ошон утуп кетти, ошол енді отқан болды. Енді қырғыздар да осал емес, мықты болды. Бұл жерде негізі бап келісіп тұр ғой екі командада. Бірақ бағы ойнап кетіп тұр. Құдайдың берген бағы ғой. Енді ойын болғанның арасындағы жаңа кикілжіні бар, басқасы бар, кішкене әділді тұстары бар. Ол болады. Бірақ енді бұл жерде бағы қарасқан команда жеңіске жетті. Жакшы, анан эң акыркы эпизод боюнча сен оюңда уккуң келип атат да, сен ойноп жүргөн болсо билесиң. Жекеме-жекеде бир бул атты беке коюп, экинчи атты берге коюп туруп, анан кийин старт берип, анан кийин жекеме-жеке болот да негизиненчи. Акыркыда казак балбан ортодо туруп калды, кыргыз жылганда ортодон илип кетти. Кандай карайсың ошону мындай? Эркекчи айтчы. Нактысын ертең ютубтан конкретно көрөм, өйткені аны моментте көргөн жоксуз. Бар, азыр чыгарып койчу ошол жерде. Енді ол төрешінің шешімі ғой. Жок, негизинен мен туура эле эч кимде күнөө жок бу жерде элдердечи, бирок мен оюмча көкпар деп биз казактын эли деп, казак спорту деп айткандан кийин нейтральный судья коюш керек эле. Астанага келип ойноп атса Кыргызстан, анан кийин судьяны главный судья го мейли.
ортодогу жөнөкөй судьяны менин оюмча жок дегенде өзбекти коюш керек эле. Енді бұл жерден андай ғой, көкпар мен қазақтан артық бұл көкпар чабатын ел жоқ та. Сол себептен мен ойлаймын, басқа мемлекеттің судьялардың жүрегі бармаған сияқты бұл ойынды судить етуге. Негізі ол нәрсеге мен де толығынан келісемін, негізі нейтральный судья болу керек. Ол кез келген ойындағы тәртіп негізі солай ғой. Оны білмеймін, бұндай шешімді қалай шығарған. Оны енді жоғары жақта басшылар біледі ғой. Біз тек көрермен. Все, рахмат. Судьяға мен досыға келишем да. Қазақстандағы, Қырғызстандағы экөөнү тең орто кылып коюш керек. Қазақтық емес, қырғыздық емес, экөөнүкү. Экөөнү бирдей нейтральный зона коюш керек. Оны айт. Бирок ойын болуш керек. Қазақстанда емес, Қырғызстанда емес, Ташкентте ушундай бир жерде ойын болуш керек. Ошол болот. Мен ошо бирок ийгилик жакшы бар да. Кудай кааласа. Жакшы, мына бирок бул жерде судьяда оюнчуларда, баскаларда, халыктарда күнә жок. Сиздер ар күнгө барып, мындай ар нерсени айта бермеңиздер, ар нерсеге. Ана мындайма, мынандайма деп сурак кое бермеңиздер. Оны башчылыкка барып айтыңыздар. Biz көрөрмөнбүз, жанкүйөрмүз. Дұрыс. Құдай қаласа, мисалы. Жо, рахмат. Құдай қаласа, Алла насип етсе, Өзбекстанда сол кезде нейтральный зонада кімнің мықты екенін көреміз. Алла насип етсе, бұл спорт. Спортта жеңіс те бар, жеңіліс те бар. Жеңілісті көтере білу керек. Жо, жеңілүүнү. Кызы алдында болған. Жоқ, мына 4-4 деп турбайбы мына. Эсеп 4-4 мына көрүн. Эсеп 4-4 деп турат. Бұнда 3 рет па болды ғой ойын? Жоқ, аға мейлі дейбіз. Ақыр қызын мына. Мына. Мінекей. Қалыс қайрадан өзінің карьерасын баштап жіберді. Біздің мықты көкпаршылардың бәрі айтып жатыр, күйініп жатыр. Қате бұл. Қате. Мінекей кетті. Сіз өзіңіздің ойыңызды айтып қойбайсыз баға? Болды, жаңа айтты ғой, бәрімен балаларым. Сіз ұшы эпизод бойынша айтып қойыңызшы. Мына аға мазы бір жарылған тұрады. Болды, қандай да ойлайсыз? Қате емес пе? Алыстан көрдім. Жоқ, қате емес, башанда айтып қойыңыз. Судьялар өзі мына неде айтсын. Төрешілер бар ғой, төрешілер айтсын. Жоқ, гүйерман қатары, сізден чешіп салыңыз. Айтты ғой енді. Мен енді оны эксперт емеспін. Оны эксперт емеспін, қалай кетті. Қазақта мынандай сөз бар, мәселенің мән жайын білмей, ештеңе айтпайды. Бол, тұра ал жағдағы. Ол сенің видеоң эксперт емес, мен юристпін. Мен заңгермін. Экспертизадан кейін айтамыз, сөйлейміз. Бірақ сіз көрдіңіз азыр. Мен оны көрдім. Көрдіңіз. Ушыл бір еледі, бір эпизодта. Ол эксперт, ол қалай болды? Все, мақұл. Жандан әлі көрдіңді ғой. Мінекей, мына эпизодты көрелі, мына. Мойын алғандар алып атат, бұған камераға айтыша албай атат да. Мына азыр, мына. Қуантай азыр жыл дейді азыр, тігінетші. Стартқа тұр дейді, жекеме дечі. Жыттығы жылбай атат. Мына, Қуантай жылып тұрды атат деқа. Жыттына кетті. Не бұл? Ұшу ақырқы салым ұшу. Мына ұшындай, достар. Қазақстандықтардан дем сұрап көрдік, бірақ микрофон бербегенде айтып атат. Нечесіне олып қалды депчі, бірақ микрофон берсең аларда өз еліне жаман көрінгісі келбейді. Алардағы қаншада қазақ ошон үчүн аларда тура түшүнөбүз. Бирок могу жерде жүргөндөрдүн көкпөрдүн билгендердин баары эле нечесіне болгонун мойнуна алып атат да. Ошо достор, мүмкүн болушунча сурап көрдүк. Кыргызстан курама командасы менимче күчтүү экен, реально күчтүү экен. Любой жерден утуп койгонго даремети жетет, көрсөттү бүгүн. Ошо, кайрадан кезишкенче салам алейкум.